Алматы облысы Қарасай ауданы Әйтей ауылы, Бектімбай Қосынов атындағы орта мектеп. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Ахметова Жаннұр Дастановна. 9 сынып қазақ әдебиеті. Сабақтың тақырыбы Ұлпан романындағы Ұлпан бейнесі. Сабақтың мақсаты көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау. Сабақ мақсаты барлық оқушы көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтайды. Оқушылардың басым бөлігі көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін талдайды. Кейбір оқушылар шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесіне талдау жасай отырып, өз көзқарасын айтады. Бағалау критериялары шығармадағы кейіпкер жүйесін анықтайды, кейіпкерлерге мінездеме береді, шығарма кейіпкерлері туралы өз көзқарасын дәлелдейді. Зейнолла Қабдолов Ғабит Мүсіреповті мақтаудың керегі жоқ, Ғабит Мүсіреповпен мақтануымыз керек дейді. Бүгінгі сабақтың мақсатын ашуға бағытталған сұрақтармен жұмыс жасайық балалар. Бірінші, роман неліктен Ұлпан деп аталған? Екінші, менің Джакондам Ұлпан жазушының қойын дәптерінен алынған осы сөйлемнен нені ұғамыз? Үшінші сұрақ, жазушы Ұлпанды неге осы бейнеге теңеді? Төртінші сұрақ, барлығымыз білеміз, романды оқып таныстық, Ұлпанды Есеней неге ақ нарым деп атаған? Оқушылар, сұрақтарға жауап береміз. Енді мен сіздерге келесі тапсырмаға негіз болатындай алдарыңызға оқу материалдарын жібердім. Және сіздердің WhatsApp желілеріңізге бүгінгі тақырыптың мағынасын ашатын сілтеме жібердім. Сол сілтемемен танысып, келесі тапсырманы орындаймыз. Ғабит Мүсірепов қазақтың әйгілі жазушысы, қоғам қайраткері. Әдебиеттегі ана бейнесін айшықтаған Ұлпан романы заңғар жазушының кесек шығармаларының бірі. Ұлпан сырлы мінез құлқымен, тұлғалы бітімімен ерекшеленген бейне. Оның сезім байлығы, адамгершілігі, адалдығы, рухани тазалығы, ақылдылығы, зеректігі, зерделілігі, парасаттылығы, өткірлігі, өжеттігі романда асқан көркемдікпен суреттелген. Бұл көркем шығарма қазақ ауылының 100 жылдық тұрмысын, әдет-ғұрпын толыққанды көрсете білуімен ерекшеленеді. Жер дауы, жесір дауысында ұлттық ерекшеліктеріміз кеңінен тарқатылады. Романның басты кейіпкерінің бірі Есеней, керей уақтың билігін қолына ұстаған аузы дуалы би. Ол екі баласы бір күнде шешектен өліп, бір балаға зар болып жүргенде, өзінен 40 жас кіші Ұлпанда елдік қалған. Ұлпанда ел ағасын жан жүрегімен жақсы көріп, саналы ғұмырын ерін арнайды. Бұл шығарма тарихтың өн бойындағы ана бейнесін асқақтатып, оның қоғамдағы, тарихтағы, ұрпақ алдындағы орнын саралауымен дараланады. Тапсырмаға келейік балалар. Эмоция картасы. Эмоция картасы бойынша Ұлпанға роман желісі бойынша мінездеме береміз. Яғни, әрбір уақыттағы Ұлпанның бойындағы іс-әрекеттерге байланысты Ұлпанда қандай эмоция сезім болды? Осы туралы жұмыс жасаймыз. Екінші, балалар, қазақтың ұлттық ойыны арқан тарту әдісін барлығымыз білеміз. Яғни қазір ұлдар және қыздар болып екіге бөлінеміз. Ортаға тасталатын тақырып Ұлпан арзанға түспейтін қыз дегенді қандай мән бар? Пікірталас алаңын бастаймыз. Бір-бірімізге сұрақ беру арқылы көзқарасымызды білдіреміз.
Үшінші тапсырма. Ұлпанның роман желісі бойынша өсу жолын жазамыз. Яғни, жас қыз Ұлпан өмірдің соңына дейін қандай жолдармен жүргізді. Өсу жолын ретімен жаза отырып, бүгінгі сабақтың түйінді сөзін жүргіземіз. Енді оқушылар оқу тапсырмасын алайық. Оқу тапсырмасы Ұлпан бейнесін Попфус формуласы бойынша талдау. Менің ойымша пікір білдіресің, себебі мен оны былай түсіндіремін деп дәлелдейсің, оны мен мына дәлелдеймін деп романның ішінен үзінді бойынша дәлелдейсің, және сонымен бірге осыған байланысты мына шешімге келдім деп өз ойыңды қорытындылайсың. Рахмет, балалар. Мерейлерің үстем болсын. Бүгінгі сабақтың кері байланысы соңғы сөзді мен айтар болсам деген бақытпен жүреді. Назарларыңызға рахмет.